мінекей пісіп шықты біздің мынадай кереметтей әдемі гүлді болып 15 штук, сонда 3 жұмыртқадан 15 штук осындай жақсы дәмді болып пісіп шықты. Ас болсын. Сіздер, мен қазір мына жерге өзімнің ұнымды, 3 жұмыртқамды, разрыхлителімді, қантымды дайындап алдым. Тезірек дайындалатын балаларға жұмсақ, дәмді қылып, кексістан 3 жұмыртқаны жарып алдым. Бисмиллахиррахманиррахим. Бір қасық шемішкен майын құйдым. Оны 3 жұмыртқаны жарып алдым да, оны өстіп жақсылап араластырамын. Қазір оған бір кесе әжесін дайындап қойған қантымды қосамын. Осымен әркелін араластырамын. Жаңағы дайындап қойған разрыхлителін араластырып қойғаннан кейін оны қосамын. Содан кейін елеушпен ситамен елеп отырып, кішкентай мөлшерлі қылып дайындасамын. Мынаған қазір майонез, 2 қасық майонез қосамын. 2 қасық майонезді қостым, разрыхлителді қостым. Енді осыны әркелін араластырып езіп аламын да, онда кішкентай ситамен осылай сеуіп отырып, араластырып отырып, мынадай қораптарға құйып қазір дайындаймын. Мен өстіп барлығын құйып, мына леске салып алдым. Қазір енді осыны духовкада 280 градусқа қоям. Содан кейін піскен соң сіздерге бөлісетін боламын. Кексіміз де пісіп шықты. Міне мынандай болып, әдемі болып пісіп шықты. Осындай бір дәмді қылып, 3 жұмыртқадан 15 штук осындай болып шыға келді міне. Тез дайын болады, балаларға жақсы.